Жалынды сәлем, Шавкат Рахмонов Стивен Томпсонмен жекпе-жегіндегі стратегиясын түсіндірді. Дана Вайттың айтуынша, Шавкат Рахмонов оны Стивен Томпсонмен жекпе-жегіндегі стратегиясын таңдауымен таңғалдырды. Бірақ Номад американдықпен жекпе-жекте күресуге мәжбүр болды, өйткені ол октагонға ауыр жарақатпен кіріпті. Бұл оның соққысын толық пайдалануға мүмкіндік бермеді. Бұл туралы спорт шолушысы және UFC комментаторы Лаура Санка хабарлады. Рахмоновтың жаттықтырушы Генри Гуфт маған 6 апта бұрын Шавкаттың тобығын жарақаттап операция жасау керегін айтты. Бірақ соңында жекпе-жекке шығуға шешім қабылдағанын айтты, деп жазды Санка әлеуметтік желіде. Мен бұл туралы Шавкатпен сөйлестім. Ол шынымен де жекпе-жектен бас тартуы мүмкіндігін қарастырған. Мен одан сондықтан теппедің бе деп сұрасам, ол иә 100% деді. Сондықтан күресу стратегияны таңдауы анық. Екінші раундтың соңында Вандербойды сабмишн арқылы жеңіп, әлемнің ең мықты лигасында қатарынан 6 рет жеңіске жеткен, жеңіліс көрмеген қазақстандық UFC-дің қазіргі жартылай орта салмағындағы чемпион Леон Эдвардспен бір октагонға шығуға дайын екенін мәлімдеді. Уақыт көрсетеді, бірақ мен титулдық жекпе-жекке дайынмын, деді Рахмонов UFC 296 турнирынан кейін. Бұл мен үшін ғана емес, командам үшін де, елім үшін де маңызды жекпе-жек болды деп айтты. Ал сол салмақтағы чемпион Леон Эдвардс Джордж Сан-Пьердің титулды сәтті қорғау рекордын жаңарта алатынына сенімді. Мен өзімде қажетті күшім бар екенін 100% сенімдімін. Мен оңай чемпион бола салмадым. Мен бұл атақты 2 рет қорғадым. Мен өзіме және істеп жатқан ісіме сенімдімін. Мен Сан-Пьерді қатты құрметтеймін, бірақ мен оның рекордын жаңарта алатынына сенімдімін. Айта кетейік, Сан-Пьер чемпиондық атағын 6 рет қорғаған. Шавкат Рахмонов 24 жылы чемпион болатынына сенсеңіз, лайк пен комментарий қалдырыңыз. Бәріңізге сәттілік.